Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ме достар, әріптестер. Сіздермен бүгін байланыста Адем Ерман. Бүгін мен сіздерге өте оңай, қысқа жолмен қалай сіздің криптовалютаңызды Binance биржасы арқылы өзіңіздің кәдімгі фиатты ақшаңызға немесе теңгеге ауыстыруды көрсететін болам. Видео сіздер үшін өте пайдалы болуы мүмкін. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші сіздер телефондарыңызға Play Market'тен немесе App Store'дан Binance биржасының приложениесін жазып аласыздар. Одан кейін осы видеоның астында мен рефералды сілтемені қалдырдым. Сол сілтеме арқылы осы биржаға тіркелесіздер. Егер де регистрация жасау қиын болып жатса, онда YouTube'да өте көп видеолар бар. Соған қарап жасасаңыздар болады. Қазір мен уақытты үнемдеп сіздерге тек қана сіздің өзіңіздің криптовалютаңызды қалай теңгеге ауыстыру керектігін көрсететін боламын. Мен сіздерге ең маңызды батырмаларды, кнопкаларды көрсететін болам. Солар бойынша жасайтын болсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Сіздің әртүрлі жобадағы, компаниялардағы табысыңызды теңгеге оп-оңай ауыстыра алатын боласыздар. Төмен жаққа қарайтын болсаңыздар, главное, рынки, сделка, фьючерс, кошелек деп тұр. Енді қазір кошелекті басып көреміз. Қараңыздар, мына жақта сіздің обзор дегенге кіреміз. Егер де сіз Binance биржасындағы өзіңіздің кошелек номеріңізді алғызыңыз келетін болатын болса, онда вводты басасыздар. Міне вводты бастық. Мына жерде ең танымал монеталар бар: Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, EOS деген. Қазір мен сіздерге Bitcoin адресті алуды көрсететін болам. Ол үшін BTC таңдаймыз. Қараңыздар, мына жерде сіздің осы жердегі Binance-тағы Bitcoin кошелегіңізді жіберді. Мына көшіру батырмасын басу арқылы көшіріп алып, кім сізге криптовалюта жіберейін деп жатыр, сол адамға жіберсеңіз болады, немесе сіздің компаниядағы өзіңіздің шотыңызға жалғап қойып, сол компаниядағы табысыңызды осы жаққа шығарсаңыздар болады. Одан кейін мына жақта жоғарыға қарайтын болсақ, әртүрлі каналдар бар. Біреулер мысалы VIP2 немесе VIP20, ERC20 деген сияқты әртүрлі каналдар таңдауы мүмкін. Осыған да мән беріп қараңыздар. Өйткені оның әрқайсысы әртүрлі кошелектер. Артқа қарай шығамыз. Мысал ретінде сізге USDT немесе Ethereum'ның кошелек номері керек. Мына жерден таңдап, осы жерден алсаңыздар болады. Келесі вывод, яғни кабинеттен шығару. Мына жерде қараңыздар, менде Bitcoin, Litecoin, USDT бар екен. Вывод жасау үшін қараңыздар, USDT-ні таңдаймыз, үстінен басамыз. Одан кейін мына жерге адрес қоямыз. Яғни сіз қай жаққа жіберейін деп жатырсыз. Мүмкін сіз кәдімгі онлайн обменникқа жіберейін деп жатырсыз ба, немесе танысыңызға, досыңызға жіберейін деп жатырсыз ба. Сол адамнан жаңағыдай ол кісінің кошелегін алып осы жерге қоясыздар. Осы жерге қойғаннан кейін мына жерде сет таңдаймыз. Негізі көбінесе автомат түрде өз таңдалу қажет. Одан кейін қанша сумма жібересіздер. Мысал ретінде мына жерге долларды жазсаңыздар болады. Өйткені USDT бұл доллардың курсымен бірдей. Максимум деп таңдайтын болсақ, сіздің жаңағы USDT-да тұрған барлық сіздің криптовалютаңызды жіберсеңіздер болады. Немесе мына жерден өзгертсеңіздер болады. Осылай вывод жасайсыздар. Енді P2P деген нәрсе бар. Яғни бұл жерде сіздер өздеріңіздің криптовалюталарыңызды дәл қазір өзіңіздің фиатты, өзіңіздің Visa немесе Master картыңызға жіберсеңіздер болады. Одан бұрын мен сіздерге өте маңызды нәрсені ескертіп түсіндіріп өтейін. Достар, көбінесе біздің биткоиннің курсы көтеріліп түсіп тұрады. Егер сіз жай ғана криптовалютаны осы жерде ұстаймын дейтін болсаңыздар, онда USDT-мен ұстауға кеңес беремін. Өйткені USDT дегеніміз тезер немесе USDT дейді, бұл доллардың курсымен тікелей байланысты. Яғни доллардың курсына сәйкес бұл да өзгеріп отырады. Биткоин сияқты көтеріліп немесе түсіп кету арқылы өзіңіздің капиталыңызды жоғалтып, немесе ақшаңызды құнын құлап кету деген сияқты бұл жерде қауіп жоқ. Сондықтан да сіздер мысал ретінде бір компаниядан табысыңызды биткоинмен шығаратын болсаңыздар, моменталды түрде USDT-ға ауыстырып қойыңыздар. 569 долларыңыз үнемі 569 доллар болып тұрады. Бұл өте жақсы нәрсе. Қазір мен сіздерге қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін астындағы рынки деген батырманы басамыз. Қараңыздар, BTC деп тұр, бұл Bitcoin, BNB деп тұр. Избранныйға сақтап қойсаңыздар болады, өздеріңіздің үнемі қолданатын монеталарыңызды, параларыңызды. Қазір біз BTC, яғни Bitcoinға USDT парасын ауыстырамыз. Іздеп тапқаннан кейін міне астынан шықты, үстінен басамыз. Қараңыздар, біз қазір
төменгі жақта купить, яғни сатып алу немесе сату батырмасын таңдай аламыз. Сатып алуды таңдайтын болсақ, мына жерде сізде қанша биткоин немесе USDT бар екенін көре аласыздар. 100%, 50%, яғни сіздің жаңа USDT тұрды ғой, кабинетіңізде $569. Соның қанша пайызына сіз алғыңыз келеді. 100% таңдайтын болсаңыз, сіз $568-ға қазір биткоин сатып аласыздар. Қараңыздар, астында купить биткоин деп тұр. Биткоинді басамыз. Міне, автоматты түрде 1 секундтың ішінде сіз USDT-ға биткоин сатып алдыңыз. Енді сіз өзіңіздің биткоиніңізді көтерілгенін күтіп, немесе биткоинмен сақтасаңыздар болады ақшаларыңызды. Қараңыздар, биткоинде $568. Енді мен керісінше көрсеткім келіп тұр. Биткоинмен шыққаннан кейін, немесе биткоин болсын, лайткоин болсын, эфириум болсын, әртүрлі монеталарды сіз курстан жоғалтпас үшін USDT-ға ауыстырып қойған дұрыс. Ол үшін қайтадан рынки дегенді басамыз. BTC мына жерге жазамыз. Биткоин, міне USDT шықты. Соны таңдаймыз. Енді біз не істейміз? Сату батырмасын басамыз. Астында сату қанша? 100% сатамыз. Продать биткоин. Яғни біз қазір биткоинді USDT-ға ауыстырып жатырмыз. Сату. Міне, сатылып кетті. Кошелекқа қайтадан келеміз. Енді менде USDT пайда болды. Көрдіңіздер ғой, USDT дегеніміз бұл кәдімгі доллар бар ғой, біздің сол доллардың курсымен бірдей болып тұрады үнемі. Қазір мен сіздерге осы USDT-ді қалай өзіміздің Visa немесе Master картымызға тез уақытта шығару керектігін көрсететін боламын. Ол үшін қараңыздар, перевод таңдаймыз. Міне қараңыздар, перевод деп тұр, соны бастық. Мына жерден таңдаймыз. Фьючерсі деп тұр, P2P деп тұр. Бізге налардың ешқайсысы қажет емес, тек қана P2P деген керек. P2P дегеніміз не екенін түсіндіріп өтейін. Биржа дегеніміз бұл сатып алушы мен сатушының ортасын байланыстыратын платформа. Мысал ретінде біз қазір USDT-ді сатайын деп жатырмыз. Сол сияқты бұл биржаға келіп USDT-ді сатып алғысы келетін адамдар бар. Яғни бұл P2P дегеніміз осы екі адамды байланыстыратын құрал. Төмен жақта біз қандай валюта, соны таңдаймыз. Бізде қандай валюта? Бізде USDT таңдаймыз. Таңдалды. Мына жерге қанша сума? Максималды сума таңдаймыз. Немесе өзіңізге қанша доллар қажет, соны таңдасаңыздар болады. Подтвердить перевод. Біздің жаңағы кабинетте тұрған USDT-міз қазір P2P кошелекқа келіп түсті. Мына жақта әртүрлі сізге ұсынып тұрған адамдарды көрсетті. Фильтр қойсаңыздар болады. Тек қана Каспий банк таңдаймыз. Барлық региондар. Шамамен 300 000 теңге деп жазайық. Енді бізге тек қана осындай суммадағы сатып алып жатқан адамдарды көрсететін болады. Қараңыздар, 464 пен алам дейді. Уже бұл жерде кішкене комиссия бар. Әрине бұл өте үлкен болып есептелмейді, бірақ ала беруге болады. Лимит минимум 20 000 теңгемен 1 100 000 теңгенің аралығында. Халық банк, Каспий банк, Форте банк, Сбербанк, Жусан банк барлығын қабылдай береді. Мына жерде өте маңызды нәрсе бар. Жоғарыда сатып алу немесе сату деп тұр. Көбінесе адамдар осыны шатастырып жатады. Сондықтан да біз қазір криптовалютаны сатайын деп жатырмыз. Сондықтан да сату батырмасын таңдаймыз. Мысал ретінде мынаны таңдап көрейік. 10 000 теңгемен 331 000 теңгенің аралығында сатамыз. 247 102 теңге келіп түседі екен маған. Сіздер верификацияны өткен кезде өздеріңіздің карталарыңызды, данныйлардың бәрін енгізіп қоясыздар. Мына жақта сіздер дайын тұрады. Сондықтан да міндетті түрде верификацияны өту керек. Оқитын нәрселер болатын болса, міндетті түрде оқып шығыңыздар. Міне сату батырмасын басамыз. Енді қазір мына жерде қараңыздар, сіздерге хабарлама келіп тұр. Егер сіздің кабинетіңізге қазір бірінші Каспийіңізға ақша түсті деген хабарлама келеді. Сол хабарламаның келгеннен кейін сіз подтвердить деп қабылдау керексіздер. Оған дейін ешқандай жіберуге сіздерде мүмкіндік жоқ. Яғни мына жерден платеж получен немесе қазір маған хабарлама келеді. Сол кезде сіздерге көрсететін боламын. 43 секунд, 42 секунд, 1,5 минуттың ішінде келіп түсу керек. Міне қараңыздар. Маған ол кісі жіберді. Көрдіңіздер, жоғарыдан келіп түсті 247 000 теңге.
Ертүрік деген кісі екен. Енді сіздер оның келгенін көргеннен кейін платеж получен деп басасыздар. Міндетті түрде оқып шығыңыздар. Подтвердить. Сіздің телефон номеріңізге хабарлама келеді. Хабарламаны жібереміз. Міне достар, маған код келді. Кодты енгіземіз. Подтвердить. Міне достар, жаңа ғана мен көз алдарыңызда бар болғаны 5 минуттың ішінде биржадағы өзімнің криптовалютамды теңгеге ауыстырған болатын. Готово. Міне қазір осымен біздің барлық процесс аяқталды. Кошелекта жоқ. Яғни жаңа ғана көрдіңіздер, менің каспиіма келіп ақша келіп түскен болатын. Осылай осы биржаның ішін зерттеп, қарастырып, әр кнопканы басып тексеріп көріңіздер, немесе YouTube'тан видеолар көрсеңіздер болады. Қазір мен сіздерге өздеріңіздің биржадағы криптовалютаны қысқа уақыттың ішінде теңгеге ауыстыруды көрсеткен болатынмын. Пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін әрине менің YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Достар, сіздермен болған Ади Мейірман. Келесі видеоларда кездескенше.